Құрметті ауыл тұрғындары, әлеуметтік желі қолданушылар, мен Оранғай ауылдық округі әкімі Пірметов Сыздық Хамзаұлы, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Түркістан облысы департаментінің бастауымен адал көмек жобасы бойынша Оранғай ауылдық округінің 9 ай қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстарını баяндауға рұқсат етсеңіздер. Оранғай ауылдық округі 3 елді мекеннен құралған. Атап айтсақ, Оранғай, Бостандық, Қосқарған елді мекендері. Оранғай елді мекенінде 5289 адам, Бостандық ауылында 1519 адам, Қосқарған ауылында 1737 адам, барлығы 8545 адам тұрады. Оранғай әкімі аппаратында 2020 жылда барлық шығындарды өтеуге 313 миллион 69 мың теңге қаржыландырылып, барлық қаржы уақытылы кезең-кезеңімен толық игерілді. Құрметті желі қолдаушылар, сұрақтарыңыз болса беріп отырыңыздар. Салық түсімдері бойынша округта 9 айда мүлік салығы 882 мың теңге толық 100% орындалды. Жер салығы 1 миллион 432 мың теңге, көлік салығы 3 миллион 469 мың теңге орындалып, жеке табыс салығы 245 мың теңгеге орындалды. Салықтың барлық түрлерінен толық орындалды. Әлеуметтік сала бойынша, ауылдық округ бойынша атаулы әлеуметтік көмек бойынша 74 отбасыға, бұны 66-сы шартты, 8-і шарт. Жалпы 462 адамды құрайды. 17 миллион 750 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып, әлеуметтік пакет берілді бұл отбасыларға. Коммуналдық шаруашылық саласы бойынша бекітілген іс-шараға сәйкес 9 айда 150 рет сенбілік өткізіліп, нәтижесінде 98 тонна күл-қоқыс арнайы полигонға төгілді. Жасыл аймақ бағдарламасы бойынша 3 елді мекенде 670 көшет егілді. Электр энергиясы және жарықтандыру бойынша Оранғай елді мекені мектеп көшесіне 160 киловаттық, Жұғы көшесіне 100 киловаттық трансформатор қойылды. Қосқарған елді мекеніне Оранғай көшесіне 100 киловаттық трансформатор жаңадан орнатылды. Автожолдар бойынша Оранғай округі бойынша өңірлік даму бағдарламасы бойынша Оранғай ауылдық округі Жамбыл бір көшесіне 673 метрге асфальт төселді. Одан бөлек ауылым ел бесігі бағдарламасы бойынша 11 көшеге асфальт төсеу, орташа жөндеу көше жоспарланып, толығымен бүгінгі таңға орындалды. Бұл 201 миллион теңге республикалық бюджеттен бөлінген. Одан бөлек өңірлік даму бағдарламасы бойынша мектеп көшесіне 1,7 шақырымға жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Қосқарған елді мекені Достық көшесіне 2 миллион 836 мың теңгеге тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Ұзындығы 678 метр. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне жеңістің 75 жылдығына орай, толуына орай соғыс ардагерлеріне арналған ескерткішке жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұған 702 мың теңгеге жұмыс жүргізілді. Жаңа айтып кеткенде ауылым ел бесігі бойынша 11 көшеге жоспарланып, бүгінгі таңда толық жөндеу жұмыстары жүргізіліп, толық жұмыстар жүргізілді. Округ бойынша кәсіпорындарды айтатын болсақ, бізде Фахристрой бетон, ЖСС Фахристрой бетон, ЖСС Майшай су, Кассай, Досаната,
және тас жол үлкен жүйе құрушы кәсіпорындар бар. Бұлардың қазіргі салық біздің базамызға үлкен үлестерін қосуда. Одан бөлек Яссы құс шаруа қожалығы, СПК, Албереке және Оранғай СПК-ларда ауыл шаруашылық саласында көп өнім қосуда бізге. Егін шаруашылығына келетін болсақ, округта ең басты сала егін шаруашылығы, негізгі сала болып есептеледі. Оранғай ауылдық округі бойынша 47.579 гектар жерді құрайды. Оның ішінде ауыл шаруашылығында мақсатындағы жерлер 16.746 гектар. Суармалы егістік жерлер 1872 гектар. Жайылым жерлер 13.406 гектар. 2020 жылы 350 гектар жерге, 54 гектар жерге күздік бидай егілген, 359 гектар жерге жүгері, 410 гектарға бақша, көкөніс 423 гектарға, 313 гектарға мақта егілген. Барлығы бау бақша бәрін қосылғанда 4112 гектар жерге егілді. Бүгінгі таңда күздік бидай егу 300 гектар жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда біз қазір 210 гектар жерге күздік бидай дәні егілді. Округ бойынша 172 шаруа қожалық жұмыс істеп жатыр. Оның 18 шаруа қожалығы біріктірілген ірі шаруа қожалықтар болып есептеледі. Округ бойынша қала әкімінің бастамасымен 2-3 өнім алу жобасы аясында ауылымызда 22 азамат өз жер учаскелеріне жалпы алаңы 5-65 гектар өнім егіп, мақсатына және уақыт мезгіліне тиімді пайдаланып отыр. Бұдан бөлек Түркістан Кентау қаласына ауыл шаруашылық тауарларını базарларының қамтамасыз етіп отыр тауарлармен. Осы 2-3 өніммен алған азаматтар. Оның ішінде жалпы бірінші өнімден 150 тонна, екінші алқаптан 81 тонна өнім алынған. Оранғай ауылдық округі бойынша Түркістан қаласы аумағында азық-түлік белдеуі құру бағдарламасына сәйкес ауыл шаруашылық жер учаскесіне жаңа әдісін енгізу мақсатында Түркістан Кентау тас жол бойында орналасқан 84 гектарға түгендеу жұмыстар жүргізіліп, бұл жерге жаңбырлатып әдіс қолдану жоспарланып отыр. Келесі сала мал шаруашылығы. Округіміздегі бұл да үлкен сала болып есептеледі. Мал шаруашылығы да жылдан жылға өсіп келе жатыр. Ірі қара мал округ бойынша 4241, 10%-ға өскен. Уақ мал 24669 бас, жылқы 506 басқа көбейген. Түйе 38 бас, құстар ауыл аумағында тұрғындардікі 5942, яссы құс шаруашылығынікі 50.000 бас. Оранғай ауыл тұрғындары 5 ауыл тұрғындары 10-15 бастық мал бордақылау алаңдарын ашты. Бұларда кәсіпкерліктерді дамыту бойынша бұдан да бөлек тұрғындарға үлгі болып жатыр. Жергілікті бюджет салық төлеуден базайтын барлық субъектілер қайта түгендеу жұмыстар жүргізіліп, салық төлеуге жататын салық базаларының есебі алынды. Әскер қатарына шақыруға барлығы 386 шақырушы болса, бүгін күнде көктемде 5 азамат, күзгінде 3 азамат әскер қатарына алынып жатыр. Жалпы құжат айналымы жүргізілуде. Кіріс құжаттар 681, шығыс құжаттар 750, жеке тұлғалардан 280, жеке қабылдау 22, жеке қабылдау жүргізілген. Енді ауылымызда өзекті мәселелерге тоқтап кетсем, елді мекенінде Оранғай ауылдық округында сапалы электр қуатымен қамтамасыз. Бостандық елді мекенінде бір трансформатор қажет. Бұлдармен қазір біз түгендеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бостандық елді мекені Тоған көшесіне ауыз су мәселесі бойынша біз бүгінгі таңда қазір Кентау қалалық ЖКХ бөліміне өткізілді. Келесі жылға ұсыныс беріліп отыр бюджеттік қаржыландыру мәселесі бойынша. Одан бөлек Бостандық елдіміндегі Қарашық өзенінде құрылысына КСД дайындауға автожол бөліміне ұсыныс берілді. Бүгінгі 9 айда атқарылған қысқаша осы. Сұрақтарыңыз болса беріп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса осы не бойынша әкімшіліктің чатына сұрақ берулеріңізге болады. Бүгінгі қатысып не қылғандарыңызға үлкен рахмет сіздерге.